Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен осындай кішкентай ғана болып шығатын өте сүйкімді буфебай пирожниларын дайындайтын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен шоколад пен сары майымызды алып, су моншасында осылай ерітіп аламыз. Бөлек ыдысымызға жұмыртқа мен қантты салып, венчиктің көмегімен жақсылап қант ерігенше араластырамыз. Енді жұмыртқалы массамыздың үстіне шоколадымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Бөлек ыдысымызға ұнымызды өлшеп саламыз. Үстінен қопсытқышты және какао ұнтағын өлшеп салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді құрғақ ингредиенттерімізді сұйық массамыздың үстіне електен өткізе отырып, 2 немесе 3 бөлікке бөліп салып отырамыз. Әр бөлікті салған сайын венчиктің көмегімен араластырып отырамыз. Міндетті түрде бөліп салуыңыз керек. Егер барлығын бірден салатын болсаңыз, қамырыңыз қатты болып қалуы мүмкін. Менің арнама тіркелмеген болсаңыз, менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Менің видеоларыма өз жүрекшелеріңізді, лүпілдеріңізді қалдырып, маған қолдау білдіріп отырыңыздар. Міне бізде осындай қамыр пайда болады. Енді біз осы қамырымызды кондитерлік қапшыққа салып, және керек формаға өзіңіз орналастырып, қызып тұрған пешімізде 180 градуста пісіріп алатын боламыз. Пирожниларымыздың беті осылай төмпейіп қалмас үшін қолымызды кішкене суға сала отырып, беттерін осылай тегістеп шығамыз. Сол кезде пирожниларымыздың беті тегіс және өте әдемі болып шығатын болады. Пирожниларымыз пісіп жатқан кезде біз кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін сүзбелі ірімшіктің үстіне қант ұнтағын салып, миксермен 1-2 минут жақсылап араластырып аламыз. Үстінен салқын кілегейімізді құйып, миксердің жай жылдамдығынан жаймендеп көтере отырып, қатты жылдамдығына дейін апарып, 5-7 минуттай миксерлейтін боламыз. Сол кезде біздің креміміз қоюланып, өз формасын жақсы ұстап, қатаятын болады. Міне
сіздің кремдеріңіз де осылай болып шығу керек, өз формасын жақсылап ұстауы қажет. Енді пирожныйларымызды парпарлап, арасына кремін жағып, өзіңіздің қалауыңыз бойынша сәндеп шықсаңыз болады. Мен осылай барлығын парымен қойып, кремін жағып, әрлеп шықтым. Мен ұсынған мөлшерден сізде 9 немесе 10 пирожный шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Әрбір қонақтың көңілінен шығатын өте дәмді пирожныйлар болып табылады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Менің келесі рецепттерімде кездескенше сау болыңыздар.